мақсатымыз сол, Құда қаласа енді жақсы өнер көрсету. Біраз адамдар айтып отыр ғой, енді Қырғызстанға бармайды Қазақстан. Іштен шыққан жау жаман деп өзімізден арамызда жүрген азаматтардың өзі айтып отыр. Солардың бәрін аузына құм құямыз, Құда қаласа. Бұл жігіттерге рахмет, бәрі келісім беріп барамыз, өнерімізді көрсетеміз барынша деп. Олар да дайындалып жатыр, мықты дайындық жүргізіп жатыр. Біз де дайындалып жатырмыз. Енді кімнің дайындығы күшті, жеңіске жетеді, Құда қаласа. Сол себепті бөлді көкпар деп бөлінбейміз. Қайсысы болса да біздің ұлттық құраманың мүшесіміз. Ұлттық құраманың жейдесімен шығасыңдар, туды ұстап шығасыңдар қазақтың туын. Сол себептен жан беріп, жан алысып, барларын салуларын керексіңдер, барынша. 100% өздерінің жаңа мықты екендерін дәлелдеу керексіңдер. Жас балаларға да мүмкіндік беріп жатырмыз қазіргі таңда. Сендер де өздеріңді барынша көрсетулерің керек. Олар айтады ғой баяғыда. Құдай берген жанды Құдай алады, одан қорықпаңдар ештеңеден. Ең бастысы шығып ойнау керек болды. Кеше жаңыз көкелерің айтты ғой, шығасыңдар, серкінділесіңдер, апарып саласыңдар болды деді ғой. Басқа не жоқ деп. Абылайханға жаңа Орынтай көкеміз айтты ғой, Абылайхан, мына жағыңда тау, мына жағыңда көл, қашатын ештеңе жоқ деп. Тек қана ортада ойнау керек деп. Сол себептен Құда қаласа енді жақсы өнер көрсетіп, елдің абыройын қорғап шығайық, Құда қаласа. Алла жар болсын бәрімізге. Көкпаршылар мен көкпар аттары іріктелді. Енді негізгі дайындық басталады. Ұлттық спортымыздың өкілдері қазір қайтадан Алматы облысына жиналып, көшпенділер ойындарына дайындықтың келесі кезеңіне кірісті. Алғашқы жаттығу жиынында жігіттер физикалық шеберлікті шыңдаса, енді бұл жолы аттармен арнайы әзірлік жүргізеді. Яғни еліміздің түкпір-түкпірінен жиналған ең үздік 48 сәйгүлікті іріктеп, сұрыптап, көкпарға және көкбөріге лайықтылары таңдап алынды. Сәйкесінше алдағы апталарда ұлттық құрама өкілдері осы Көкбастау елді мекенінде аттарға бейімделіп, командалық ойынды қояды және арнайы тактиканы пысықтайды. Айта кетейік, дүниежүзілік көшпенділер ойындарының өзі 31 тамызда басталады, ал көпшілік тағатсыздана күтіп отырған көкпар бойынша бәсекелер 2 және 5 қыркүйек аралығында болады. Яғни 5 қыркүйекке финалдық кездесу жоспарланған. Балдарды енді 24 баланы іріктеп қойдық. Енді ат іріктеп жатырық. Аттарды енді барынша мен бұларға айтып жатырмын. Енді бір балада жаңағыдай 2-3 ат тұрса, соның арасынан мықтысы мінсін, жарайтын. Сол себептен ешкім бетіне қарамаңдар, көңіліне қарамаңдар. Мына көкем ат еді, мынау ағам ат еді деп не қылмаңдар, жасқанбаңдар деп отырмын да. Жарайтын атқа мініңдер деп сондай талап қойып отырмын. Балдардың бәрі жағдай жасалған. Қорамен де жақсы қора қамтамасыз етіп, қонақ үйді де тамақтарды өте дұрыс. Енді осының бәрін жағдайымыз жасап беріп отқан министрлігімізге арнайы алғысымызды айтамыз. Ұлттық ат спорты орталығының басшысы Қайрат Серікұлына да алғысымызды айтамыз. Ол кісі де келіп, балдардың жағдайын бәрін көріп, көзімен аттардың жағдайын көріп, келешекте де жаңағыдай барынша қолдау көрсететінін айтты. Ұлттық құрамадағы ынтымақтың қолдары көрсетіңізші. Осы әлеуметтік желіде хит болып жатыр. Саусақпен салыстырған. Ол енді көкпардың нәтижесі ма? Әлде қосымша жаттығулар жасайсыз ба? Білектің бала күнімізде біз енді ауылда қосымша жаттығу жасамадық қой, спорт болмады ғой. Футбол ойнадық, волейбол ойнадық, ол кезде бокс, күрес болмады. Сол бокс қана үйреніп кететін едік қой. Ауылда ондай болмады. Футбол ойнап, волейбол ойнап жүрдік қой, доп қолап кішкене. Бала күнде. Көкпардан енді нәтижесі мынау бар, мынау бар. Одан басқа да трамбалар бар ғой. Ең дәу ғой сіздің қолыңыз, командадағы. Бірақ оны ел білмейді. Көбі таңғалып жатыр ма? Ана жол жаттықтырушылар, физикалық дайындық пысықтайтын бапкерлер, мамандар. Қандай пікір айтып жатыр? Ой, ананың күші көп екен, мынаның күші көп. Бірақ та енді күшіңе сенбесің дейді ғой. Алла қаласа көреміз ғой. Көрсетеміз. Жақсы, сәттілік тілейміз. Рахмет.